Ассалаумағалейкум қазағым, қалайсың? Ораза қалай өтіп жатыр? Ниет қабыл болсын. Ағза үйреніп қалған шығар, иә, жеңіл болып қалған шығар. Ораза айында жарамазан айтқандармен жарыспайық деп тиктокқа шығуды доғарайық па десек, шет-шеттен түртпектеп қоймай жатыр. Мына бүгін біздің әртістеріміз қаңтар айында үні шықпай, үйшігіне тығылған иттей жатқандар бүгін шығып енді ана олигархтың атына хат қолын жинап соған қолдау көрсетіп жатыр екен. Таза жезөкшелігін көрсетті, намыссыздығын көрсетті. Ақша үшін тәнінде, жәнінде, ұлтында, дінінде бәрін сатып жібереді. Жетпеген енді осы еді. Неге сендер сол қаңтарда елдің болашағы деп шыққан жігіттердің арттарынан қолдау көрсетіп хат жазбадыңдар? Сол Боранбаевтың қалтасынан сендерге ауыздарыңа бір нәрсе түседі деп үміттеніп отырсыңдар ма? Ол қалай түсті, солай шығады. Мен үшін бұл елде қазіргі жастар болмаса, осының алдында жүрген танымал бірде-бір әнші, күйші, ақын, сақындардың бәрі ұшты күйлі жоғалды. Бар шығарсыңдар, бірақ мал сияқтысыңдар. Шөп салған кезде маңырайсыңдар да. Ал басқа біреуді әкеп бауыздап атса, маған тимеді деп қуанып қарап отырасыңдар. Білмеймін енді, сипап, сендерді осы уақытқа дейін қошеметтеп келген халыққа бір беттеріңді бұрып, жандарың ашымады, таза безбүйректер. Анау енді бәрің бажа, бәрің абысын шығарсыңдар. Сол олигархтардың ақшасына сеніп, соның атынан жүгіріп жүрсеңдер. Арсыздар, арсыздықтарын жасадыңдар. Алға қазақ елі, батырларды шығарамыз. Бірақ айта кететін жай тағы да, кеше біз біраз ата-анадан Біріккен ұлттар ұйымына хат жібердік. Адам құқығын қорғау комитетіне, Біріккен ұлттар ұйымына хат жібердік. Енді оның аясын күтеміз. Тыныш жатқан жоқпыз. Батырлар үшін аяғына дейін барамыз, олардың бәрін ақтаймыз, олардың бәрін ел қатарына қосып, келтірген залалдар үшін бәрін жауапқа тартамыз, Құдай қаласа. Алға қазағым. Ораза қабыл болсын, жеңіс алда.